клиент звондайды, смесительно су ақпайды, осындай проблема болып тұр, не істеуге болады деп. Қазір аэраторын шешіп көрейік деп, аэраторын шешіп қарайын деп қарасам, ішінде мусор жоқ, бәрі таза, бірақ бәрі су ақпайды екен. Сосын мына жерге кран қойып алдым адаптерға. Аны шлангысын шешіп алсам, ішінде мынандай мусор жүр ғой. Тас қой, в общем, тас өтіп кеткен ғой. Оказывается, бұл кісіде фильтр жоқ екен негізі входта. Сосын алып тастадым, ішіндегі тасты мен алып тастап, мынандай тап-таза болып, тура осындай екі тас шықты ғой, міне. Екі тасты алып тастадым да. Сосын ішіндегі тағы да мусорлар бар шығар, әлі адаптердің бойында кейде жиналып қалады ғой, ана муфталардың бойында, повораттарға. Ішіндегісін бәрі тазалап тастайын дедім да, бір қабат суын ағызып жіберді іштен. Кран қойып алдым ғой, самый главный. Сонымен управлять етесің, әйтеуір мына жерден ашып жауып, шлангын алып тастадым да, жаңадан тазаланған нені смесительді шлангысын қайтып өзінің орнына осындай бұрап аламын да, бұрап аламын да, сосын кілтпен тартып тастаймын, су ағып кетпесін деп. Сосын кранды ашып көремін. Ашсам, бәрі су жоқ. Аэраторын алып тастағам, бәрі су ақпайды. Значит, проблема бұл жерден емес, мынаның түбінде болды ғой деп. Мына жерде түбіне қарасам, түбі бәрі шіріп кеткен екен да, смесительдің. Соны смесительді ағытып алдық. Ағытып қарасақ, мұның да сол бір жағы тиылып қапты ғой, кажется. Мынау для холодной, для горячей воды ғой. Соны бір жағын, в общем, шешіп алып қарасам, мынандай ішінде тоже мусор жиналып тұр екен. Енді бұны да тазалап, қазір ішіндегісі мусорын бәрін шығарамыз да, мынандай болып тұр екен, міне шығарып тастаймыз. Сосын қайтып орнына салдық, кранды аштық, мына жағы глушить етіп тастадық, бір жағын, горячий жағын. Суды аштық, су ағып тұр, тамаша. Тамаша су ағып, жақсы болды. Клиент доволен, жұмыс бітті осымен. Мына жағы глушить еттік, ешқай жерден су ақпайды, бәрі тамаша. Ешқайда утечка жоқ, бәрі четко. Қайтадан мына жерден кранды сүртіп ашсақ, су ағады, жапсақ, су тоқтайды. Осыдан да ашып жауып жүре беруге болады, если что бір су ағып кететін болса. Одан кейін мына унитаздың проблемасын тоже су ұстамайды екен. Сосын ішіндегі арматурасын бәрін ауыстырып жаңарттық, шлангысын да жаңарттық. Сосын қазір крышкасын жауып, кнопкасын бәрін орнына саламыз да, ішіне су толтырамыз да, толығымен суын толтырып, мына жақтан бәрі тексеріп алдық, ешқандай су ағып тұрған жоқ, бәрі жақсы. Енді басып бір тексеріп көрейік, су қалай ағады екен. Бәрі сынап тұр, ал кетті, бір тексердік, нормально. Мынау алдында іші сарғайып кеткен ғой, су ағып тұра берген постоянно. Екінші тағы да ағызып көреміз. Все, нормально, су кетіп тұр, ешқайсынан су ағып тұрған жоқ, ешқандай утечка жоқ, бәрі дұрыс.